Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді кафе-ресторандарда пісірілетін күлше нанның рецептімен бөлісемін. Дәмі тіл үйреді. Өте оңай жасалу жолы өте қарапайым. Маңызды бөлігін өткізіп алмасы үшін видеоны өткізбей көріңіздер. Құрғақ ыдысқа жылы сүт, жылы су құямыз. Содан соң ертілген майлыға жоғары пайызды сары май және сұйық май құямыз. Ас қасық шекер, жарты, ас қасық тұз және ас қасық толтырмай құрғақ ашытқы саламыз. Жақсылап араластырыңыз. Ақырындап ұн салып жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Ұнды бірден көп салмай ақырын салып илеңіз. Себебі ұн бірден көп салсаңыз қамыр қатты болып қалады. Қамырдың басы бірік болғанда, кішкене сұйық май құйып жақсылап. Бір рет илейміз. Бетін жауып жылы орынға тынып көтерілгенше қойып қоямыз. Жақсылап тынып болған кезде алып кішкентай етіп бірдей зуалаларға бөлеміз. Таразы болса таразымен өлшеп немесе көз мөлшерімен бөлсеңіз де болады. Мен жей граммнан бөлдің, негізі болады. Маңнан бөлсеңіздер де болады. Содан соң барлық қамырларды духовканың лесіне жайғастырып аламыз да күлше нан жасаймыз. Ортасын шанышқымен басып алдым, піскен кезде қатты көтеріліп кетпейді. Содан кейін 1 минутқа бетін жауып қамырды тындырып қоямыз. Қамыр көтеріліп піскен кезде өте жұмсақ, өте пішни болып шығады. Он 15 минуттан соң қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағамыз және седана себеміз.
Духовканы алдын ала қыздырып қою керек. Мен күлшелерді 200 градуста пісіріп алдым. Сондай дәмді әрі жұмсақ күлшелер дайын болды. Просто дәмі вау. Жасап көріңіздер қыздар, келіншектер. Как раз қазір Рамазан айы ауызашарға дайындасаңыз болады. Қараңызшы, қандай жұмсақ, иісі экранның ар жағына барып жатыр ма? Мұңжетті түрде жасап көріңіздер, және осы видеоға жасап көрдім деп жаза кетіңіздер. Кстати, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, қолдау күтем достар.